Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Айбын. Бүгін біздер дейтін джостик геймпадқа обзор түсетін боламыз. Осылай геймпад, қағазы, осылай геймпад. Осын қазір ашып, сіздерге көрсететін боламын. Алтын оқып алсаңыздар болады, стопқа қойып. Бұл андроидқа да менің ноутбугыма да қосыла беретін болады. Және де екі адамдық ойындарды түсіреміз. Күтіңіздер, кнопка басады, соны қазір ашатын боламыз. Міне достар, біз ашып алдық. Міне өз геймпад, өз күшті басады. Осындай міне мынандай. Тосын еспітаншасы күшті. Бай-бай қозғалады. Качествосы дейтін, мынау дейтін резинка емес, бұл пластик достар. Бар өз жағымды пластик. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, мына жағы қызыл, мына жағы көк. Алтын көргілеріңіз келсе, міне алтын мынандай. Ritmix деген компаниядан. Және очень удобный достар. Омен дейтін ойында ойнаған өте ыңғайлы болады деген ойдамын. Осындай геймпад. Алты жағы. Және бұдан комплект болған. Бізде мынаның ішінде тағы екі тоқ бар. Кәсілерді алып көрсетемін. Міне USB мынау қандай. Мынау USB порт. Осындай. Если Android соткаға қосып алып ойнауға болады. Және де екі USB туа. Жоқ, мынау USB Type-C. Міне USB Type-C. Ал мынау жай соткаларға арналған. Кәді достар, фокусқа алмай жатыр. Міне достар, осындай. Басша мынандай. Осындай болып келеді. Және достар, геймпадтың өзінің қосылуын көрсетемін қазір. Міне достар, бұл дейтін USB-мен қосады. USB портпен. USB-мен қосады достар. Өзі сондай ыңғайлы геймпад. Мен сіздерді бұны компьютерге түсіріп көрсететін боламын. Міне ат жағынан кнопкаларды көрсетпеңіздер десеңіздер, міне бүйтіп басатын кнопка. Бұны дейтін очень деппін ғой. Қатты ыңғайлы. Және ортасында 5 кнопка, бұл өте күшті. Және қазір бұл геймпадты ноутбукқа қосып көреміз. Міне достар, компьютерге қосқан кезде мынандай свет шығады, өздеріңіз көріп тұрсыздар, міне. Осындай свет шығады, фокус қалсын, міне. Осындай свет шығады. Осы геймпад өте күшті, міне, компаниясы, міне. Яқта турбо селект деген кнопкалар бар. Бүйтіп, мына көк, өте ыңғайлы басады. Және өте качествоны жасалған. Бүйтіп бассақ болады. Міне алты жағын көрсеңіздер, игровой манипулятор депті. Ал енді компьютерден ойында ойнап көрейік. Міне біздің бірінші ойынымыз бұл атақты ойын GTA 5. Міне мынаған көрсетеміз. Осы ойын болады бізде. Қазір алдыға жүретінімді көрсетемін. Міне алдыға жүрем, мынаумен алдыға жүрем, және ол жүрет. Бай экранды бұрамын жан жаққа. Және болады достар. Ойнап көреміз. Қатты жүреміз, амен. Аны басып, қатты жүреміз. Міне істеп тұр, достар, міне. Бұны бассақ секрет. X-ті бассақ секрет, достар, міне. Секрет тұр. Бәрі істеп тұр, достар. Бәрі кітабесте бәрі істеп тұр, достар. Бұны бассақ қалады, міне. Қана адамды бар боламыз. Қатты жүгіремізден адамды алып жібереміз өстіп. Бұда даже вибрация бар, достар. Бұл өте күшті, ойында өзіңді. Ойында жүргенде сезінесің. Анау мен алып ет, мен оны өзімді алғандай болып сезініп қалдым. Мен оны алам. Мен оны алып атқандай сезініп атамыз, достар. Өте күшті вибрация. Қазір екінші ойынға кіріп көреміз. Міне достар, біздің келесі ойынымыз It Takes Two.
Және де мен мынау болатынмын, міне мынау. Мен мынаумын. Мен бұл мен жүрем, міне бәрі істепті, достар. Бәрі күшті істепті. Мен бұл ойында бітсекір алам, міне. Біткелемде юды басам. Ана кодимен енді мынаумен ойнаймын, мынаумен. Өткен менде мышқа қосаптан жоқ, өткен естіп болам енді. Міне достар, қараңыздар. Міне мынау мей, мынаған кіріптім мен қазір. Секірем, бәрі істепті достар. Өліп қалған кезде де вибрация береді, өзің өліп қалғаныңызды тартып береді, дігірдатып. Қазір вибрацияны естіртем сіздерге. Қазір естіген шығарсыздар, достар. Вибрация өте күшті бұл жерде. Секіргенде ыңғайлы бұмен. Қиналмайсың джостикпен. Общем, достар, осымен видео аяқталды. Осындай геймпад өте күшті. Лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Осымен видео түсірем сіздерге. Және де бұл менің жаңа нем. Общем, затым. Қош, сау болыңыздар.